Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз осындай дәмі тіл үйіретін жаздың әдемі салатын жасайтын боламыз. Бұл салатты жылдың кез келген мезгілінде жасап, қонақтарыңызға және үй-іштеріңізге қуантып жасап берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: қызанақ, қияр, тәтті бұрыш, бренза, май, пияз, укроп, орегано, шекер, бұрыш, тұз және де оливки керек болады. Ең алдыменен біз қиярымызды алып, сыртын аршып аламыз. Осылай қабығынан әдемілеп тазартып, турайтын боламыз. Ендігі кезекте тәтті бұрышымызды жақсылап тазартып аламыз. Барлық қоспаларды осылай тазартып шығамыз. Мен бұл жерде тәтті бұрыштың қызыл және көк түсін таңдадым. Ендігі кезекте пиязымызды да жақсылап қабығынан аршып, тазартып қоямыз. Бұл жерде міндетті түрде қызыл пияз болуы керек. Сол кезде әдемі дәм береді және де әдемі көрік беретін болады. Ең алдыменен осылай таза ыдысымызға оливкиімізді саламыз. Енді үстіне қиярымызды жақсылап турап, бетіне салатын боламыз. Қиярымызды өздеріңіздің кез келген қалауларыңыз бойынша кез келген формада турасаңыздар болады. Мен осылай видеодағыдай етіп турадым. Мінеке барлығын осылай турап шығамыз. Ендігі кезекте тәтті бұрышымызды алып, қатты үлкен емес, кіші емес, орташа көлемде етіп, әдемі формасын келтіріп турайтын боламыз. Енді қызанағымызды да тазартып аламыз. Осылай сопақша етіп, үлкен көлемде турап кесеміз. Барлығын турап алдық. Ендігі кезекте бренза. Мен брензаның кішкене тұздылауын таңдадым. Егерде брензамыз кішкене тұздылау болса, салаттың дәмі одан да әдемі болып шығады. Сол себепті таңдаған кезде тұзды деп брензамызды осылай кішкене тұздылауын қолданатын болсақ, салатымызға одан да әдемі дәм беретін болады. Сол себепті тұздылауын қосқанымыз жөн. Ендігі кезекте укропты майдалап турап қосамыз. Енді пиязға келетін болсақ, пиязды көбісі ұнатпайды, салаттың арасына қосқан ұнатпайды.
Сол себепті жай ғана бетіне көрік беру үшін қосатын боламыз. Егер қаласаңыздар, өздеріңіз толығымен салаттың ішіне салып, араластырып жесеңіздер болады. Ендігі кезекте бізге зәйтүн майы қажет болады. Зәйтүн майын бір ас қасық көлемінде қосатын боламыз. Бұрыш, дәміне қарай тұз, азғантай ғана шекер және де орегано қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластыруымыз қажет. Қараңыздаршы, қандай көрікті, қандай әдемі салат болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің салатымыз әзір болды. Өте дәмді болып шыққанына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінеки достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді. Дәмі деген тіл үйіретін салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Бұл кез келген дастарханның көркін ашады деген сенімдемін. Мен осылай пиязды жақсылап езіп, жай ғана бетіне әсемдік үшін салып қойдым. Егер сіздер қаласаңыздар, толығымен салатқа араластырып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар.